Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан карамельді пирогтың жасалу жолдарымен бөліспекшімін. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен біз пирогтың қамырын жасап алатын боламыз. Пирогқа керекті ингредиенттердің тізімін төменгі описанияда қалдырып кететін боламын. Қамырына бізге негізінен керекті заттарымыз: ұн, қамыр қопсытқыш, тұз, қант, сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, қаймақ, сары май. Осы заттарымызды ең алдымен дайындап аламыз. Енді қамырымызды жасауға кірісеміз. Ұнымызға разрыхлитель мен ванилинімізді салып қоямыз. Одан соң сұйық майымызды, сары уызды және қаймағымызды қосып араластырып аламыз. Әбден араласқанша жақсылап араластыратын боламыз. Енді ұнымыз жаңа ванилин мен қамыр қопсытқыш салып қойдық қой, соның үстіне қант саламыз, араластырамыз жақсылап. Енді осы ұнымызға сары майымызды теркамен үгітіп аламыз. Мінекей осы видеода көріп отырғандарыңыздай теркамен осылайынша жайлап үгітетін боламыз. Мінекей енді осы майымызды үгітіп болғаннан кейін жаңағы дайындап алған сұйық массамызды құйып араластыра бастаймыз. Осылай араластыра отырып, мінекей осындай үгілмелі, осындай крошка болып тұрған кезінде бір уыстай қамырды бөліп алып қалдым. Өйткені оны қазір соңынан бетіне себетін боламыз. Енді осы араластыруымызды жалғастырып, мінекей осындай жұмсақ қамыр елеп шығарамыз. Мінекей осындай жұмсақты, осындай қамыр шығады. Енді дайын болған қамырымызды пирогымызды пісіретін табаға, формаға жақсылап бортигін шығарып, осылай жайып саламыз. Жақсылап тегістейміз, жан-жағын біркелкі етіп, бортиктарын шығарып, жақсылап жаямыз. Енді пирогымыздың ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны аламыз. Және де осындай қайнатылған сгущенка, вареный сгущенканы аламыз. Вареный сгущенканың ең сапалысын алғандарыңыз дұрыс. Деповский немесе мынандай Любавинка, менің қолданатын сгущенкаларым осындай. Жұмыртқаға салып, вареный сгущенканы екеуін араластырып алатын боламыз. Вареный сгущенка, тағы бір айта кететін жағдай, вареный сгущенка холодильникте емес, үй температурасында болатын болсын, сонда жұмсақ болып тез араласатын болады. Жұмыртқамыз бен вареный сгущенкамызды әбден араластырып алдық. Немесе тағы да блендермен бір айналдырып алсаңыздар болады. Одан кейін осы массаның үстіне 33-35% клейгей пайдаланатын боламыз.
Мінекей мен 33% осындай кілегейді алдым. Кілегейімізді құйып, осы массаны тағы да жақсылап араластырамыз. Енді салмамызды дайындап қойған қамырымыздың үстіне құямыз. Одан соң үстіне мен дробленый арахис септім. Енді бұл дробленый арахис өз еріктеріңіз, өз қалауларыңыз бойынша сепсеңіздер болады, қоссаңыздар. Бұл енді міндетті емес. Одан соң жаңағы алып қалған крошканы себеміз үстіне. Мына жерде менде видеода түспей қалыпты. Жаңа қалдырып қойған крошкамызды сеуіп, жан-жағын жақсылап тегістеп, 170 градуста қызып тұрған духовкада 35 минут, әркімнің духовкасының қызуына қарай 35-40 минуттың аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінекей осындай өте дәмді, әдемі, осындай хит болып жатқан, мінекей осындай пирогымыз дайын болды. Өте дәмді пирог. Сондықтан да осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Егер менің рецептім сіздерге ұнап жатқан болса, пайдасы тиіп жатқан болса, каналыма лайк басып, тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын.